Мысықтар жер бетіндегі ең ақылды әрі тәкаппар жануарлардың бірі екенін білесіз бе? Кейбір мысықтар тәкаппар көрінуі мүмкін, бірақ бұл олардың мінезіне байланысты. Мысықтар көбіне тәуелсіз, бөлек әлем, өз білгенін жасайтын және де қожайынына иті секілді бағына бермейтін жануарлар. Сол себепті адамдар оларды тәкаппар деп сипаттайды. Бірақ шын мәнінде олар иелеріне бауыр басады, өздерінше сүйіспеншілігін көрсетеді. Сондықтан тәкаппар дегеннен гөрі еркін мінезді деуге де болады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Сіздермен бірге Гакуту арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мысықтардың қызықты мінездері мен ерекше қабілеттері жайлы айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Мысықтардың дыбыстары сан алуан. Мысықтар адамдарға қарағанда әлдеқайда көп дыбыстар шығара алады. Ғалымдар олардың 100-ден астам түрлі дыбысты пайдалана алатынын анықтаған. Олар жай ғана мияуламайды. Олардың әртүрлі жағдайда қолданатын арнайы дыбыстары бар. Мысалы, тамақ сұрағанда басқа, қауіп төнгенде басқа, иесімен сөйлескенде бөлек дыбыс шығарады. Тіпті кейбір мысықтар үйреншікті адамдармен ерекше тілде сөйлесіп кетеді. Ең ұзақ өмір сүрген мысық 38 жыл жасаған. Әдетте мысықтар 12-18 жыл өмір сүреді. Бірақ Кремпөф атты мысық 38 жыл 3 күн өмір сүріп, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол 1967 жылы туған және 2005 жылы қайтыс болған. Оның ұзақ өмір сүру құпиясы қожайыны оған ерекше диета берген. Мысық күнде бекон, жұмыртқа, брокколи және кофе ішіп тұрған. Мысықтың жүрегі өте жылдам соғады. Адам жүрегі минутына 60-90 рет соқса, мысықтың жүрегі 140-220 рет соғады. Бұл олардың тез қозғалуға және шапшаң әрекет етуге бейімділігін көрсетеді. Мысық кенеттен жүгіріп кетсе, немесе ойын кезінде қызып кетсе, жүрек соғысы одан да жиілейді. Мысықтар өмірінің көп бөлігін ұйқымен өткізеді. Мысықтар күнінің 12-16 сағатын ұйқыда өткізеді. Кейбіреулері тіпті 18-20 сағатқа дейін ұйықтайды. Бұл олардың жыртқыштық инстинктімен байланысты. Табиғатта олар көп энергия жұмсайды. Сондықтан ұйқымен қайта қалпына келеді. Бірақ үй жағдайында мысықтар көбінесе жалқаулықтан көп ұйықтайды. Мысықтардың есту қабілеті өте күшті. Мысықтар ультрадыбысты ести алады. Бұл дегеніміз, олар адамның құлағы қабылдай алмайтын жиіліктегі дыбыстарды анықтайды. Сондықтан олар тышқандардың немесе басқа ұсақ жәндіктердің шығаратын өте әлсіз дыбыстарын да ести алады. Мысалы, түнде сізге үйде бәрі тыныш секілді көрінсе, мысығыңыз бір нәрсені бақылап отыруы мүмкін. Әрбір мысықтың мұрын ізі қайталанбас. Адамның саусақ ізі секілді, әрбір мысықтың мұрын ізі ерекше және ешқашан қайталанбайды. Егер мысықтарды бір-бірінен ажырату керек болса, олардың мұрын ізін арнайы технология арқылы сканерлеуге болады. Мысықтар иелерін таниды, бірақ бұйрықтарды орындамайды. Иттер иелерінің бұйрықтарына бағынады, ал мысықтар мүлде басқа ойлау жүйесіне ие. Мысықтар иесінің дауысын танып, оның эмоциясын сезіне алады, бірақ олар адамдарды тыңдауды міндет деп санамайды. Егер мысықты шақырсаңыз, ол сізді естиді, бірақ келу-келмеуін өзі шешеді. Мысықтың мияулауы емдік әсерге ие. Мысықтардың мияулауының жиілігі 25-150 Гц аралығында болады.
Бұл жиілік адам ағзасына оң әсер етеді. Ғалымдар бұл дыбыстарды сүйектердің қалпына келуін тездететін және күйзелісті азайтатынын анықтаған. Сондықтан мысығыңызды құшақтап отырғанда өзіңізді тыныш сезінесіз. Бүгінгі шығарылымда мысықтар туралы қызықты нәрселерді айттық. Олардың тапқырлығы, еркелігі мен қылықтары ешқашан жалықтырмайды. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазып қойды ұмытпаңыз. Келесі видеода да тағы да ерекше тақырыптарды қозғаймыз. Қош сау болыңыздар.